видеоны қоса беріңіз. Иә. Бір жолата таныстыра кетейін. Болды, танысамыз. Областной батальон. Яғни жарыққа жақсылап оқиын. Жоқ, былай көре беріңіз ғой. Қабашев Құлмұрат Ермекұлы, инспектор службы патрульной полиции. Жарамдылығы қанша? Жарамдылығын ба? Барлығын көрсетеміз. 2023-ге дейін. Иә, тыңдап тұрмын. Сіздер неге үстін жақпай келатсыздар? Не үшін жағуым керек? Мен сізге сондай сұрақ қояйын. Не үшін жағуым керек? Мен тұрмын ба? Сіз жақпай жүрсіз ба? Мен рұқсат па сіздерге жақпай жүру? Мен бір жерде тұрмын ба? Стоящий режимде тұрмын ба? Мәселе стоящий түнгі режим. Егер мен стоящий режимде тұрсам, мен сізге оны обязательно жағып көрсетіп қоямын. А егер мен колоннада келе жатсам, немесе артымда мигалкамды қосып келе жатсам, онда сіз толығымен тоқтап, оңға алып, маған жол беруіңіз керек. Сондықтан ол жағылмаған себебі сол. Тағы бір сұрағыңыз бар ма? Ал. 52 статья бойынша 17 апрель 2015 жылы закон о дорожном движении деген бар. Соның бірінші пункті бойынша сізге қазір видеоңызбен толығымен таныстырамын. Содан кейін барып әкімшілік хаттама жазылады. Әкеліңіз. Жақсы. Документтеріңізді дайындай берсеңіз. Әкеліңіз. Документ бар жалпы, алып келіңіз. Жоқ, бірінші жалпы өзіңізде. Мен бар деп тұрмын ғой, мен жоқ болып мен рөлде отырмаймын ғой. Документ жоқ болып рөлде отырмаймын ғой деймін. Сіз алып келіңіз, мен дайындап қоямын. Дайын тұр. Жақсы. Ya artık mesela bizim ne yapıyorlar? Ne var? İşte bu işin mitneydik. Aşağı olan şahı topluyor. Ne şu? Oho. Oturup tekşire verirsiniz. Planşetпен рұқсат бердің ма? Бұған кім запрет берді? Мен сізге сұрақ. Сіз маған рұқсат екенін маған алып келіңіз. Сертификатын, метрологиясын алып келіңіз. Енді тоқтаңыз енді. Ал енді осыдан бастайық. Сертификат қандай нелерге беріледі? Қандай нелерге? Сұрақ қояйын. Мынаны қандай приборларға беріледі сертификат? Мынаған берілмей ма? Мен сізге сұрақ қойып тұрмын. Қандай приборларға беріледі сертификат? Сіз менен сұрамаңыз, сіз мен сізден сұрап тұрмын мынадан. Вот именно сіз білмегеннен кейін сізге сұрақ қойып тұрмын. Сізден сұрап тұрмын. Мынау. Мен сізге сұрақ қойдым. Қандай заттарға беріледі сертификат деп. Мен сізге сұрақ қойып тұрмын қазір. Сіз білмей тұрсыз, содан кейін мен сізге сұрақ қойып тұрмын. Міне, сертификат метрология деген нәрсе сіз алған заттарға беріледі. Дұрыс па? Құжаты. Ал жарайды. Дұрыс па? Қай жылы шықты, қай уақытта берілді? Жарамдылық бар ма, жоқ па? Жоқ, сертификат не үшін беріледі? Мен сізге соны сұрайын. Сіз менен сұрамаңыз. Жоқ, мен сізді білмеймін. Заңды түрде алып келіңіз. Мен біліп тұрмын. Мен сізге айтып тұрмын. Алып келіңіз. Сіз менен сұрамаңыз. 744 статья. Сіз өзіңіз біліп тұрсыз. Тоқтаңыз. 744 статья бар. Егер Қазақстан Республикасының азаматы егер жасалған нарушение үшін немесе жазылып жатқан әкімшілік хаттама үшін келіспеген жағдайда ол кісі 10 күннің ішінде обращение жасауына болады. Мысалға, мен сізге айтайын. Бұл планшетте мен өз ақшама сатып алған жоқпын ғой. Бұны государство беріп жатыр. Солай ма? Сондықтан бұл жерде өзінің арнайы номері бар. Мен сізге оның бүкілін көрсетемін. А сертификат не үшін беріледі? Сертификат берілетін себебі ол мысалға скоростной режимде, мысалы адам жаңағы машина, техниканың скоростной режимдерін сүрілген жағдайда оған сертификат беріледі, арнайы. Тағы сұрағыңыз бар ма? Мен сізге тағы айтамын. Метрологиясын алып келіңіз. Метрологиясында басқасында келмеймін. Мен сізге мен де бермеймін сізге құжат. Неге бермейсіз? Сіз дәлелдеңіз сіз. Мен дәлелдеп тұрмын қазір. Планшетпен дәлелдей алмайсыз. Мен сізге тағы айтамын. Мен сізге де айтамын. Сіз любой мен де сізге айтамын. Орынға барып шағым жасауыңыз. Мен шағым жасамаймын. Мен сізде міне шағым жасамаймын. Сізге любой видеофиксация. Ал, мына жерде қан. Нөмірі қайда? Қарасаңызшы. Нөмір түсіп тұр ма? Қарасаңызшы доказы. Ал. Толығымен қараңыз. Сіз енді қосасыз мынаны. Толығымен қараңыз дедім. Егер сіз білмесеңіз, мен кінәм емес. Жақсы ма?
Рұқсат Маған болса, метрологиясын алып келіңіз. рұқсат болса, Метрологиясын алып келіңіз. водительский удостоверениеңізді берсеңіз. Удостоверение личности мен сізге міндетті емеспін. Неге міндетті емессіз? Не жағдайда беріледі удостоверение? Қазақстан Республикасының азаматы өзімен бірге алып жүру. Не себепте беріледі? Удостоверение личностін. Қандай жағдайда беріледі ол? Мен сізге доказывать етіп тұрмын ғой. Мен сізге айтып отырмын, жеке куәлік не жағдайда беріледі? Қалай жеке туралы куәлік не жағдайда беріледі? Қандай жағдайда беріледі? Сіз не үшін сұрап тұрсыз мені жеке куәлік? Мен сізден жеке куәлігіңізді сұрап тұрмын. Не үшін? Административный протокол. Для составления административный протокол. Жоқ. Мен жеке куәлік бермеймін. Неге бермейсіз? Бермеймін, неге беремін? Сіз өзіңіздің құқығыңызды қазір бізге сіз маған мынаның метрологиясын алып келіңіз. Мен ешқандай мен сізге айтып метрологиясын алып келіңіз. Мен де сізге ешнәрсе бере алмаймын. Мен де сізге ешнәрсе бере алмаймын. Мен сізге тағы айтып мен сізге де айтамын. Отказывайтесь. Мен бас тартып тұрған жоқпын. Сіз заңды істеңіз. Мен заңды істеп тұрмын. Сіз заңды алып келіңіз. Мен заңсыз істеп тұрсам, онда мен сізге айтатын едім, мен заңсыз істеп тұрмын, мен әйерді деп. Сіз ананы неге қосып қоймағансыз? Қосылып тұр ғой итақта. Кәне. Ол түсіріп тұрған жоқ қой, теріс қарап тұр ол. Міне сіздің дауысыңыз бүкіл жазылып отыр бұл жерде. Қанша? Түсіріп тұрған жоқ қой, көрініп тұрған жоқ қой. Менің сұрағыңыз бар ма? Болды. Я ескертпедіңіз сіз. Мен ескерттім. Түсіріп тұрған. Ескертпей тұрсыз. Мен сізге ескерттім. Видеоңызды қарасаңыз. Видеода тұр ғой бәрі тұр. Мен қарапсыз. Сіздер осы адамды бар ақымақ қылған қашан қоясыздар? Видео тұр, әне тұр дейсіздер. Мен білем ғой, мен сұрап отқаным. Ешкім ақымақ емес. Біреуді ақымақ деп айтуға. Мен сізді как қызмет ретінде сізді тоқтаттым. Сіз данный момент нарушительсіз, а мен сізді тоқтатып тұрған адаммын. Сотрудникпін. Несін алып келіңізші, метрологиясын? Мен сізге ешқандай метрология алып келе алмаймын да, келмеймін де. Онда мен сізге де ешнәрсе бермеймін да. Бермеймін. Отказывайтесь. Бермеймін. Отказывайтесь. Бермеймін. Мен сізге отказ жасап. Мен сізге айтып тұрмын, отказ жасап тұрған жоқпын. Заңды құжатын алып келіңіз, метрологиясын. Дархан, акта отказа жаз мына кісіге. Жаза беріңіздер. Жақсы. Қазір менімен бірге отделға барасыз. Ешқандай бармаймын мен. Алып бара алмайсыз. Неге апармаймын? Болды. Сіз түсіре беріңіз, мен сіздің видеоңыздан қашып тұрған жоқпын. Мен итақта түсіремін. Егер сіз өзіңіз білмеген жағдайда не тұрсаңыз, мен түсіремін. Мен сізді жылдамдығыңызды тексеріп атсам, немесе жаңағындай басқаша нетіп атсам, онда сіз менен сертификат сұрауға. Сіздер жолда жүргендеріңізде сіз ана қосып жүрулеріңіз керек. Мен сізге айтайын. Сіздер қоспай жүрсіздер. Мен сізді скорсыңызды тексеріп, немесе жалпы нені алып келіп атқанның өзіңізде, мен сізге айтатын едім. Даже кейбір адамдар болады, анауыңыз қайда, мынауыңыз қайда. Егер менің документациямды тек қана уәкілетті адамдар ғана тексерулер болса, сіздердің құқықтарыңыз жоқ. Сіз мынадан сертификат сұрайсыз, мынаған сертификат берілмейді да. Метрология алып келіңіз. Берілмейді да. Акт жасайды. Толығымен танысты. Оң аласыз ба? Жеке куәлік. Видеосында оң алыңызшы машинаңызды. Мына жерде жолға мешет етіп тұрмыз да. Не, сұрайын. Үндемей отыра берсіңізші. Так, таныса көтейік. Аға лейтенант Мұсаев, патрульдік полиция қызметкері. Бері жақындады, жарыққа оқып жіберейік. Мұсаев Дархан Өсерәұлы, инспектор службы патрульной полиции. Так, 2023-ке дейін. Жүзіңіз келеді. Сұраңыздар ма? Болды. Нарушение түсіндірдіңіз ғой? Нені түсіндір? Нені? Нарушение. Ешқандай түсіндірген жоқ. Түсіндірген жоқ па? Маған метрологиясын алып келіңіздер, планшеттің. Метрология деген болмайды ода. Түсірген құрылғының метрологиясын алып келіңіздер. Түсірілген құрылғының метрологиясы ол радарда ғана болады ғой. Қателесіп тұрсыз ғой. Алып келіңіздер, радарда болса, радарды алып келіңіздер. Қандай радар? Радар жоқ қой бізде. Планшетпен кім рұқсат берді сізге? Министр рұқсат берді ма? Планшетпен министр рұқсат берді ма? Нарушение жасап келе жатсыз ба? Нені? Жасағаным жоқ. Жасағаным жоқсыз ба? Сізге бейне
жазбаңыз көрсетті. Планшетпен емес, арнайы құрылғымен түсірілген алып келіңіз де. Машинаның затымен түсірілген зат ол. Алып келіңіз де машинаңызды. Нені? Сол түсірген құрылғыны. Сотта көрсем сізге. Ешқандай да. Қазір көрсетуге міндетсіз. Беруге Сіз егер содан сол мен нәрсемен дәлелдесеңіз, мен бас тартпаймын. Сізге құжатты беремін. Мен бермеймін деп атқаным жоқ. Сіз заңды түрде істеңіз, мен заңды түрде. Ешқандай да. Сіз жақсы, оны ертең сотта дәлелдейміз. Сотта болды. Қарсысыз ғой документ беруге. Мен жеке куәлігіңізді бересіз ба? Мен қарсы емеспін. Есіміңіз кім болады? Заңды істеңіздер, беремін. Есіміңіз кім болады? Есімім Айдар. Айдар болады да? Жеке куәлік беруге қарсы болып тұрсыз ба? Жеке куәлік не үшін? Жеке куәлік? Мен сізге хаттама толтырсын. Не үшін? Хаттама толтырсын. Жеке куәлік ма? Хаттама толтырсын жеке куәлік керек болған ба қазір? Әрине. Неге? Мен сіздің жүргізу куәлігіңізді сұрап тұрған жоқпын. Неге? Жеке куәлігіңізді сұрайын. Данныйыңызды алмаймын мен сіздің. Данныйды базаға салсаңыз шығады. Интернет ұстамайды ол жерде. Қалай ұстамайды? Онда ұстамаса қалай толтырмақшысыз сіз? Мен сізге қағаз түрінде толтырамын. Бұл сіздер метрологиясын алып келіп дәлелдеңіздер. Мен сізге дәлелін көрсеттім, қалай нарушение жасағаныңызды. Қарама қарсы бағытқа шыққаныңызға дейін көрсеттік. Оны қайта сұраудың. Сіздер неге қосып жүрмейсіздер мені? Сіз неге нарушение жасайсыз? Жоқ, неге қосып жүрмейсіздер? Біз қосып жүруіміз керек оны. Сіздерге рұқсат берді ма? Өшіріп қойып жүре беруге, аңдып жүруге адамдар, машиналарды? Трассада оны қосып жүрсек, біз мешайт береміз. Не үшін? Не себептен? Не себептен? Тоқтаңыз, өтіңіз. Мен қайда асып? Сіз мүмкін сіз жаңа қылмысқа бір нәрсеге баратқан шығарсыз. Неге біз жол бермейміз? Ережесі бойынша біз береміз. Жоқ, сіз қараңыз тағы да. Мен ешқандай қылмысқа бара жатқан жоқпын қазір. Ал. Онда неге қоспайсыз? Бараматсаңыз. Неге қоспайсыз? Неге қоспайсыз? Мен сізді тоқтатқан кезде қосып, артыңыздан тоқтаттым. Сіз мен бәрін көріп келе жатырмын. Анау машиналардың арасында келатсыз бәрін. Келе жатырмын. Иә, неге қоспайсыз сіз? Не үшін қосуым керек мен? Сізге рұқсат берді ме қоспауға? Мен қоспаймын трассада. Қоспауға рұқсат берді ма? Берген жоқ. Айтып тұрсыз ғой, иә? Қосуға болмайды сіздерге түнгі уақытта. Жазылып тұр. Ертең ұят болып қалмасын. Болды. Рұқсат екен онда. Рұқсат енді. Онда неге жақып қойдыңыздар онда? Онда неге жақып қойдыңыздар? Мен сізді тоқтап тұрмын ғой қазір. Тоқтатуға жағасыздар, ал былайғы жақпайсыздар. Сіз нарушение жасадыңыз ғой. Жоқ, тоқтатуға жағасыз. Иә. А былайша жақпайсыздар, е? О, бәрекелді. Бұл қайықтан шыққан заң шығарып алған. Тағы сұрағыңыздар ма? Айта беріңіз, сіздің сұрағыңызға мен жауап берейін енді. Мен жеке куәлік бере алмаймын. Бере алмаймын. Себебі? Не үшін беремін? Хаттама толтырсын. Ешқандай да. Сіз арнайы ертегі метрология сертификасын алып келіңіз. Сосын кейін толтырамыз. Жаңа машиналардың арасында келе жатқанда үстіндегі несін қоспай келген. Нарушение еттің деп енді қосамыз дейді. Түнде жол қағидасы бойынша бұлар жақпайды екен, болмайды екен, рұқсат бар дейді. Связь ұстап тұр, неге интернет ұстамай тұрсыздар? Ол сұрақ маған қоймай қойыңыз. Енді кімге қоямыз? Мен сізден сұрап тұрмын ғой. Мен айттым ғой, мен интернет. Связь ұстайды, интернет неге ұстамайды? Ұстамайды. Неге? Солай. Қалай солай деген не? Солай деген жауап бола ма? Солай деген сұрақ болып тұр екен енді. Жоқ, солай деген жауап бола ма? Жауап болып тұр. Сіздер өзі бір полицияға ұқсамайсыздар ма? Мен сіздің телефоныңызды қарасаңыз, ұстап тұрмын, ұстап тұрған. Мен сіздерден сұрап тұрмын ғой. Айттым ғой, ескерттім ғой. Интернет ұстамайды бұл жерде. Қайта сұрағыңыз. Связь ұстайды, интернет ұстамайды. Актив ұстап тұр, аха. Неге? Интернет ұстамайды. Интернет қоятындардан сұрау керек оны. Айдарымызда. Сізге хаттама толтырылады, Айдар. Келіспей өзің міндетіңіз, мен сізге түсіндіре өтейін. 596 баптың 3-ші тармағы бойынша 11.5.6 пункт правила бойынша келе жатып тыйым салынған белгіден ұзын сызықтан қарама-қарсы бағытқа өтіп алда келе жатқан газельді озып өттіңіз. Қарама-қарсы бағытқа шықтыңыз.
Сондықтан мен сізді тоқтатқан себебім сол. Мен телефонмен түсірейін, планшетпен түсірейін, ол менің дәлелім. Мен сізге солай түсіндіремін. Рұқсат берген жоқ. Жарайды, рұқсат бере ма, бермей ма, ол менің дәлелім жеке. Мен солай айтайын сізге. Мен ол заттың барлығын ертең сотқа дәлел ретінде беруім мүмкін. Сондықтан қарсы болған үшін мен сізге хаттама толтырамын. Толтырыңыз. Аха. Хаттаманың копиясын тұрғылықты жеріңізге через ана қағаз жүзінде бересіз. Сіз қол қойсаңыз ғана беремін. Қағаз жүзінде. Қол қойсаңыз. Мен қарсымын деп қол қойып берем. Аха. Маған қағаз жүзінде бересіз. Жақсы. Осы бап бойынша 6 айлық лишение прав сізде. Болды. Сотта жолығып сол жерде шешеміз. Жайнакулов, да? Жайнакулов. Жайнакулов Айдар Абыл Касымович. Қой? Абыл Касымович. Абыл Касымович. Қай жылға толығымен? Айы, күні, жылы? 13.01.83 жылға. Проживающий қай адрес? Түркістанский область. Город Түркістан. Улица Ибрахим Ата. Неше? 33. Сотовый телефоны. 8702 8702 страховкасында ГБО-сы бар. Жоқ, жаңағы осы Айдардың үйіні бар ма? Үйінің үйіні кетті. 830 11 330 1392. Так, удостоверение личности. УДЛ. Давай қара, осы бетте қара, бізге срочно керек. УДЛ и водительское удостоверение толығымен. Айдар, тестеден баш қазір батарейка отырып қойсын. Алло. Давай, удостоверение личности. 045 729 084. От кого? От нешеден? 10.04.2019. Ага, водительские удостоверения. Номеры и не қашаннан. И нарушениесін сразу. Қандай нарушениелер бар екен?
Харитон Тимофей 109 413. Ага. Вот. Қайша? 1906 2019. БЦ. Б1С, Б1Б, С1Б, ага, Д1Д. Так, ага, Д1. Этот, нарушение. 611 час 2. 610 час 1. Час 1. Осы екі нарушениесі ДТП енесі. Қашан болған? Қашан болған бұлар? 611 час 2-сі и 610 час 1. 611 07 09 22. 07 09 09 22. Ау. Екеуі де сол күні. Лишаны демес. Хорошо. Ау. Жоқ па екен? Жақсы жарайды. Рахмет, көп жаса. Мен не? 120 бұл. Память толып кетсеңіз, байқаңыз. Қожан қам жемеңіз, 128 гигабайт. Жетеді. Ема 8 жыл істедім ғой. Жиырма 4 минут болды отырғанымызға. Сол ғой, машинаның арасынан несінің үстіңгі жаңағы қызыл көк шамдарын жақпай сөйтіп жүреді. Жолда аңдып жүр ғой, сол кім нарушение жасайды, басқаға соларды аңдып жүр да. Бұлар айтады, бізде дейді, жақсақ дейді, кедергі келдіреді екен бұлар, жақса. Бұлар сол жүктіліктері. Өздері заңсыз істейді.
Протокол толдырам дейді да, мына қазір уже жарты сағат уақыт болып отыр, әлі бір протокол толдырам. Жиырма 8 минут болды тұрғанымызда. Әлі бір протокол толдырмай отыр. Aldın сұраймыз? Жоқ, отыра бересіз. Сен барсаң айтады ғой, сен шофер емессің, водитель емессің. Бұлардың солға сылтауы білем ғой мен. Сен ешкім емессің. Отыз минут болды тоқтатқандарына қазір.
Ne aldınlar? Осылай күтіп тұра береміз ба? Не var? Bir protokol tolduramayatsınlar mı hele? Ne oldu? Bir protokolda әлі күтіп тұрып қой. Схема сызамыз. Ау. Схема сызамыз. Схема сызамыз? Не схема? ДТП болды ма? Жоқ. ДТП болған жоқ па? Жоқ. Бәрекелді. Схема ол жерде сотқа кететін материалда полный документация жиналады. Мақұл. Қанша уақыт? Қанша? Қазір мына жерде бензин таусылады. Бензин әкеп бересіңдер. Сүйреп береміз. Сүйреп емес. Бұл автомат бұл. Не үшін сүйреп сізге бензин әкеп беремін? Әкеп бересіз. Неге? Әкемейсіз ба? Бітіп қалса әкемейсіз ба? Көмек бермейсіз ба? Көмек беремін. Енді айтып отырмын ғой. Апарып жеткізетін жерге жеткізіп тастаймын. Бұл автомат қой. Сүйрейсіз ба автоматты? Нейтралкаға саласыз да? А? Қақап тастаймын. Мен нейтралкаға қойғым келмейді, өйткені ол зақым келеді. Қараңыз, сіз мына жерде мен үшін нарушать еткендей, маған ашуланып тұрсыз. Мен ашуланып тұрғаным жоқ. Мен сізге айтып отырмын, көмек бермейсіз ба деймін. Жоқ, көмек беремін. Жолда қалып қойған любой адамға көмек беремін. Сіз ғой енді айтып отырмын. Мен айтып отырмын, бұл сүйрегенге зақым келеді. Зақым келе ме екен? Иә. Жақсы. Өзі сүйрейтіндей бір определенный өзі километражы болады. Жақсы, маған отырасыз, барасыз, бензиніңізді аламын, обратно өшек әкеп тастаймын. Тық переживать етпеңіз. Болды. Босаңыздар тез. Екі адамсыздар ғой, біреу емес. Барып көрейші кәмес сызып атқан схемаларын көрейін қазір мен. Бортовой номер 041. Болды. Тездетіп жіберіңіздер. Май бітеді қазір. Майда бітеді еще. Оу. Майда бітеді. Май бітеді деймін. Сіз жаңа ғана бензин бітеді. Бензин, май бәрібір емес па? Ау. Сіздер немене әр нәрсеге бір сөзге засеп тастап тұрасыздар ма? Онда не? Болсаңыздар қазір мына қарай айтайын ба? 33 минут болып тұрғанымызға. Енді қанша тұрамыз тағы? Жоқ, қанша тұрамыз тағы? 33 минут болды. Болыңыздар. Схема сызып атып тұрды. Көрдің басқа ма? Схема жоқ уже сызып атқан. Сотқа жолданады, схема сызамыз дейді. Мен түсінбедім, сонда ДТП болып кетті ме, не болып кетті бұл схема сызатын? Қазіргі полицейлер мықты жұмыс істейді негізі. Схема сызады екен сотқа жіберу үшін. Схеманы қай уақытта сызады? Схеманы ДТП болған бір аса ауыр жаңағы не болған жағдайда сондағы кездерде сызады. Бұлар білмеймін. Не үшін схема сызып отқан? «35 минут болды.
көрсетеді ғой қазір. Қол қоярда көреміз ғой. Бұлар сол ғой, жаңағы аң дейді. Мен жақсам дейді, сен оңға қарай жол беруің керек дейді. Жол ережесі бойынша бір асығыс қылмысқа, бір демемеге кетіп бара жатсаң, міндетті түрде береміз ғой жолды. Ол жаңағы жедел жәрдем болсын, скорый помощь, пожарный болсын, басқа болсын, кез келгені оны қосып не қылатын болса, ол жүргізушінің міндеті жол беру. Бұлар айтады, біз оны қоссақ дейді, жол беруің керек болады сен дейді. Сонда қоспаса қалай ол? Машинаның арасында қоспай жүре береді. Нарушить етсең, қосып қойып шығады. Ал оны қосып қойып жүрсе, біз бәріміз шетке бір жиналып қалатындай айтады ғой мені. Праваны беріп қойғанда заңды істеу керек қой. Заңды істесе ешкімге өкпесі жоқ. Сөзіме зацепка ұстап тұрды, кәй май өтіп қалады десем. Май да өтіп қала ма дейді. Сіз жаңа бензин дедіңіз ғой дейді. Екеуі бір мағынада емес па? Май. Жағар май. Моторға құятын май. Бәрісі бір мағынада, бұлар сол зацепка ұстап тұрды сөзден. Сен жаңа бензин деген жоқсың ба деп. Қазір 40 минут болсын, қазір бар, тағы айтамын. Болмаса жүреміз. Ой, бір сағат. Схемасы ішінде онда лента тағып басқа қап тұрсы ба? Иә. Метрлесін онда. Адам өлтірдің бі сонда метрлеп схемасы? Білмей. Құдай сақтасын. Бұларын басқа жағдай болғанда білмеймін. Мынандай бір жағдайда бір сағат болды ма? 40 минут болып отыр. Бір схема сызып отқанына. Басқа жағдай болса, Құдай сақтасын. Бұлардың бір күн ба, 2 күн жүреді мына жерде схемасыз. Жолдың бәрін жауып тастап. Мен түсінбедім соны. Тұрғы планшетінде егер көрсететін болса, нарушениесі дұрыс па? Иә. Оны сызбай-ақ та. Міне, қазір 40 минут болды тұрғанымызға. Барып айтайық. Жоқ, отыра берсен. Жоқ, сен отыра бер. Ол сен барған сайын ерексет болар қазір. Не ағылдыңдар, ағайындар. 40 минут болды, не ағылдыңдар? Жазып отырмыз. Болсаңда 40 минут болды. 40 минуттан бері бір нені сыза алмай, бір протокол оформить ете алмайсыңдар ма? Ол жерде сотта ДТП болған жоқ. Мен сізге айтайын, ДТП болған жоқ. Ертең осы сызатын кезінде сіз сотта көресіз. Ол соттың требованиясы бұл. Білесіз ба? Болыңыздар, қанша уақыт күтеміз тағы? Сіз бір емес 2 рет нарушение жасағыз. Неде? Қарама қарсы 2 рет шықтыңыз. Қашан? Ауыз жаптар екінші рет
Болды. Дәлелдеріңіз бәрі бар болса, сотта жолға болыңыздар тез-тез. Қазір ана жағармай бітет қазір. Болыңыздар. Сүйреп апарасыздар, басқаға апарасыздар ма? Просто ұят болмасын, бұл бітіп қалды. Ішінде үлкен қария бар. Мақма, болыңыздар енді. Мына жерде 1 сағат, 2 сағат тұрмаймыз ғой. Құдай сақтасын, мына жерде бар ғой, жол апат бір нәрсе болатын болса, сіздердің чертежі бар ғой, 2 күн жүресіздер сіз. Дұрыс па? Мен дауласып жатқаным жоқпын. Болмайтын бір нәрсені әлі отырсыздар, болыңыздар деп жатырмын. Болыңыздар, тездетіңіздер. Болмаса мен кете берейін, жаңармайым бітеді қазір. Сізге ешқандай да 40 минут бойы ұстауға сіздің хақыңыз жоқ. 5 минут күтем болды. Әлі сызып жатыр екен ғой. Әлі сызып жатыр. Қалай сыза береді? Білмеймін, әлі сызып жатыр. Сотқа жолдану үшін сызады екен бұл. Айттым өздеріне де, Құдай сақтасын, ДТП болатын болса сендер 2 күн жүресіңдер, сіз болмайтын нәрсені 1 сағат болды сызып жатқандар ана. Шыны керек қой. Жүріп кетсең тағы өзіңе бәле жаман olur. Енді мен жүретін болсам қақым бар, өйткені қара, жаңармай бітеді қазір. Оның үстіне 1 сағат болды бұлардың ұстап тұрғанына. Себепсіз. Себепті болатын болса, бағана жазатын нәрсесін жазып, басқа қылып жібереді бізді. Міне қазір 43 минут болды ұстағанына. 43 минут ішінде, Құдай сақтасын, қазір бұлар мына жерде тұр, ана жақта не болып не қойып отқан бұлар, патрульдік дейді. Бұлар патрульді мені ұстап тұрғанына қазір 43 минут болды. Ана жақтарда не болып жатыр, не қойылып жатыр, кішкене сақтық нені шараны қолданудың орнына бұлар 43 минут бойы менімен алысып тұр. Бұл полиция. Жоқ болғанда. Шыны керек қой. 44 минут болды қазір. Бір менімен отыр. Ана жақта не болып не қойып отқан жол ережесі. Не болып отқан бұлар шаруасы жоқ. Бұлар отыр. Не істеп ұстап тұрсың да бірінен өндіріп алам деп тұрсың ба? Білмеймін, бірдеңе дәметіп тұрған шығар бұлар. Осы уақытқа дейін қаншама нәрсені жазып тастауға болатын болды, сызып тастауға, сурет салып тастауға болатын болды уже. Дәметті ғой. Арқанмен қағып шығарып салайын деп тұр. Білмеймін. Минут болды. Міне 45 минут болды. 45 минуттан бері әлі. Не алдыңыздар сіздер ма? 45 минут болды. 45 минуттың ішінде сіздер ана жол ережесін қадағаламайсыздар ма? Ана жақтарда Құдай сақтасын не болып не қойып жатқан. 45 минуттан бері менімен алысып жатсыздар әлі. Еш нәрсе істеп жатқан жоқсыздар басқа. Мен сіздерге айтам, 45 минут болды. 45 минуттың ішінде Құдай сақтасын. Алда болмасаны арт жақтарда не болып жатқанын Құдай білсін. Біздің экипаждар жүр. Қалай дейсіз? Біздің экипаждар жүр. Біздің экипаждар жүр. Сіз ше? Сіздер ше? Біз хаттамада отырдық. 45 минут болды ғой толдырып жатқандарыңызға. 45 минут болды ғой толдырып жатқандарыңыз. Сіздер жол ережесін қадағаламайсыздар ма? Осылай отыра бересіздер ма?
қадағаламайсыздар ма? 45 минутта бар ғой, менің суретін сап қоятын уақыттарыңыз болды, жалпы былай айтқанда. Сіздер немен ана ДТП саздап айтып кеттіңіздер ма, не қалдыңыздар? Кәні, ДТП болып кетті ғой мұнауын бәрі. Не болып кетті өз? Әкеңіз қол қойық, тез болыңыздар. Мұнан ютубтан көретіндер, от души көретін болды ғой, 1 сағаттап. Болды. Жаза бер, тез жазыңыздаршы болды. Мұна ұят болмасы көрермендерден кейін. 1 сағат бойы не істеп отыр деп, анау, кішкене нелер, әріптестеріңізді айтып жүрмесіңдер, 1 сағат бойы не істегенсіңдер, бір нені сызамай жүрсіңдер ма деп. Болыңыздар. Әлі сызып атыр. Қашан болады енді? Білмейм. Әлі сызып атыр. Печатты басып жатыр. Білмейм, неге басып жатыр, не сызып жатыр. Көріп қол ғой дағы. Мұнау ДТП болса мен білмеймін ау. Кімге айтуға болады? Өстіп тұр бұның безі аршын. Бәрін ауыз. Ай, 1 сағат болды ғой демейсің ба? Айтып отырмын ғой. Жазамай ма? Ютубқа шығады деп отырмын. Ютубтағылар ертең күні 1 сағат бойы не істеп отыр деп күлетін болды ғой дедім. Әріптестеріңіз көрсе, осы айтатын шығар дедім сіздерге. 1 сағат бойы не істегенсіңдер деп. Өздері күледі. Ой, бұлар ютубта хип болайын деп тұр ғой, 1 сағат бойы бір. Жазасыз ба, әлде жазбайсыз ба? Не үшін жазам? Негізгі қалай? Не үшін жазам? Жоқ, негізгі мен сізден сұрап отырмын. Жазбаймын. Жазбаймын десеңіз, жазбаймын деп айтыңыз. Жазбаймын. Болды онда. Жазбайсыз. Болыңыздар. 1 сағат болып отыр уже. Мына іште бар ғой. Аха, тыңдап тұрмын сізді. Кемпір адам бар. Болыңыздар. Қарт кісі бар дедіңіз. Иә, кемпір. Бәрі бар ғой, қарт, кемпір. Қарт кісі бар. Қарт кісіге естен не болса, барлығын. Ау! Сенің мен сияқты қарт екен шешең бар шығар. Бар ғой, апа, бар. Болыңыздар. Неге нарушение қылып оны не қыласыңдар, енді жіберсеңдер. 49 минут кетіп отыр, болыңыздар. Болсаңыздаршы, не болып кетті өзі? Ұят шығар мынау енді 49 минуттан бері. Пережейді етпеңізші. Өй, біздің бар ғой, жаңар май кетіп отыр, ақша кетіп отыр. Айттым ғой мен сізді, егер мен сізді далаға тастамайым. Мен тастамайсыз. Апаратын жерге апарып. Бірақ қазір жаурайды ғой іштегі. Мен көлгінге кетіп баратым. Май таусылса жаурайды ғой, пеш қайықтың қосылды май таусылса. Сізде май емес, жанармай десеңізші. Соны айтып отырмын. Жанармай. Разница жоқ, ол май, жанармай. Болыңыздар. Жақсы. Әлі жүрсіздер, жақсы деп әлі жүрсіз. Мен жазбаймын. Мен заңды істесеңіздер, мен айттым ғой сіздерге. Бас тартып атқан жоқпын, құжатым бар. Бас тартпаймын. Заңды істеңіздер, заңды әкеңіздер. Бас тартпаймын, заңға бағынам. Айдар. Айдар мырза, қараңыз. Егер мен заңсыз істеп жатқан жағдайда болып жатса, онда сіз айтуыңызға болады. Немесе, менің заңсыз заттарым болса, сіз түсіре беріңіз, мен сізге түсірмейді. Сіз бұған тиіспесеңіз? Мен, егер менің заңды тірліктерімді, істеп жатқан заттарымды сіз дұрыс емес деп санасаңыз, менің оған кінәм не? Мен бұл жерде бүкіл жерде заңды түрде тұрмын. Болыңыздар, әкеңіздер, болды. Мен әкесеңші тез. Отыра берейін ба? Отыра тұрыңыз дейді. Отыра беріңіз дей ма? 50 минут болды мынау қазір. Ау? Ұялы телефоныңызды айтып бересіз ба? Неге? Сотқа сізге онлайн жүзінде звондайды ғой. Алдыңыздар ғой жаңа? Жоқ, мен алмадым. Неге алмадым? Мен сіздің данныйыңызды ғана алдым. Ол сотовый телефоныңызды өзіңізден алсам. Сот өзі тауып алады.
шақыруға тауып одан да алады. отказ беріп тұрсыз. Тауып алады. Мен бергім келмейді нөмір. Полиция. Мүмкін басқа нәрсеге қолданатын шығарсыздар. Мені басқа затқа ештемеге қолданбаймын. Өйткені сіз жаңа менің данныйымның бәрін сұрап, звондап біліп алдыңыз, иін бәрін алдыңыз, енді сотовый нөмірді. Тек қана кредит оформить ету ғана қалды бұл жерде болды. Кредит оформить ету үшін егер заңды жақсы білетін болсаңыз, адамның Менің базада данныйым бәрі тұр. бет бейнесі керек. Бет бейнесі де бәрі тұр менде. Жеке куәлік барлығы тұр базада. Сондықтан мен сізге Тек қана сіздерден кредит оформить етуге ғана қалды болды сіздерге. Мен бермеймін, бергім келмейді. Мен басқаға да совет бермеймін, өзім де ондайға Сот қатысым жоқ. сот өзі тауып жолдайды. Жолдайды. Адреске жібереді ғой өздері. Мен жіберемін адреске, болады. Қазір дамыған заман. Иін терсе дүггілі шығады, тауып алады. SMS жібереді ғой, хаттама. Еще права паспорт қалтаға салып жүруге ешқандай емес. Алып тастады ғой бәрін, дұрыс па? Мынау жеке куәлік бердік сразу. Нөмірде тұр бәрі. Алып тала берді. Машина нөмірден кеше болды. Паспорт салып, права салып. Соны айтам ғой, паспорт права. 52 минут. Паспорт права деген қалды ғой. Бәрін айтты, не шығарып алды жаңа звондап, дұрыс па? Данныйды бәрін алып тұруға айтып тұрмын ғой. Енді келіп соңында телефон нөмірін айтып жатыр еді жаңағы. Бәрін айтып тұр соны. Білмеймін ғой бұлар не істеп тұрғанын. Қалаға шайында бақсыз ба? Машинаның ар жағына бара беріңіз. Қараңғы ғой. Елу 4-ші минут. Әлі толдырып отыр. Телефон нөміріңіз ғой аға? Телефон нөміріңіз ғой? Бергім келмейді. Елу 5-ші минутқа кетіп отыр. Әлі жүр бір протокол толтырады. Басқа қылады. Болыңыздар, схема сосын сыза бересіздер. Болыңыз. 55 минут болды ғой, ят қой мыналарыңыз. 55 минутта. Не болды, не қоятын білесіз бе? 55 минутта анау жақтың бәрі жолда. Сіздер жұмыстарыңыз істесеңіздер, бір схемамен бір нені протокол толтырамай өтсіздер. Болыңыздар, істеңіздер жұмыс. Бұл жерде тұруға рұқсат жоқ сіздерге. 55 минуттан бері әлі тұрсыздар. Бір қатаға баратыр. Қатаға баратырмын тағы да. Жақсы апа, ренжімеңіз, кешіріңіз бізді. Бірақ сіздің водителіңіз нарушение. Нарушение? Сен нарушение жасадың. КамАЗдың арасында кім саған тұр деді. Мынаны неге жақпайсың мынау? Сен ананы жақып тұрсаң, мынау ондай нарушение жасамайды. Сенің ана светің өшік. Сен екі ортада кетіп барасың. Сіздің водителіңіз біз үшін жүр екен ғой онда. Біз үшін жүрсің, сен тексересің ба, анауыңды милициясын ба, анауын жақып тұруың керек. КамАЗдың ортасында тұрсаң да сен
анауыңды жақып тұру керек. Сонда Біз үшін ешкім жүрген жоқ. Сен де біз үшін сен тексерме, сен өзің үшін. Біз үшін ешкім жүрген жоқ, папа. Ананы жақпа. Сіздің бұл жолда Тілектес болсаң сен КамАЗдың екі ортасында неге немді жақпайды себепті қолыңды? Неге жақпайды? Мен не үшін жағуым керек, апа? Не үшін жақпайсың сен? Мен стоящий режимде болсам, онда жағып қоямын. Елдер көрсін. Бар сен жағып қойып. Сен милициясың. Мысалы мынау мысалы бір нарушение жасаса, біреу соғып кетсе, сен Құдай өз сақтасын. Құдай өз сақтасын. Сен ана ортада тығылып тұрып түсіресің ба сонда? Мен кімді тығылып келе жатырмын? Сен ортада келатсың. КамАЗдың. Мен Алматы Екатеринбург трассасында келе жатқан адаммын, апа. Айналайын. Сен де мен сияқты. Апа, жақсы, тоң қаласыз. Отыра салыңыз. Болды, отыра беріңіз, болды. 56 минут, 57 минутқа кетіп баратыр. Бір протокол, бір схема сызу, мынау білмеймін енді, не болып кеткенін мынау бар ғой. Масқара, ұятна полицияларға. Жұмыс істемейді, бір сағаттан бері менімен айналысып отыр, ана жақта не болып не қойып отқанын бір Құдай білсін әлі. Болды, отыра беріңіз. 57 минут болып отыр. Әлі отыр ғой міне. Не деген ұятсыз бе? 57 минуттан бері бір нәрсені сызабай жаза алмай отыр. Арақшы бір болмас. Жоқ, ішпеген ғой. Маған қарап сөйлемейді. Кім біледі? Жауырын ішіп алған. Ішкен шығар, бірақ енді аузын бары ескеп тұрмаймыз ғой, ішкесін, ішпегесін деп. Мен деп сөйледі ғой, жаман. Хаттамасын не? Біреуді өлтірген адам құса хаттама толтырды. Жоқ, хаттама толтырады ғой, дұрыс. Енді схема сызып, бағанан бері, бір сағаттан бері толдырып, білмеймін, бір сағаттың ішінде бар ғой, 10 протоколмен 10 схема сызып тастайтын уақыт болды. Әлі жүр. Бір сотта шешіледі сол. Қандай полиция? Жемқор полиция. Келді ғана командирлер. Келсін. Бір несі келді ме? Жаңа екінші экипаж шығар ол. Командир болса, қазір танысамыз ғой, командирмен. Қарағандының листасы ма? Ау? Қарағандық, иә. Қарағандық. Өзі анау бөліп қойған учаскелер бар, содан бір арғарап, уже аяқ қабылдау керек. Өтіп кеткен ме? Тоқтамайды. Тоқтамай өтіп кеткен. Ештеңе деп тұрған жоқ, айтып тұр ғой. Олар енді алмай тұр ғой. Схемасыз. Заңсыз ұстап тұрып, заңсыз. Оны қызыл көк шамдарын түнде жағып жүруге болмайды екен оларға, жақпайды екен олар. КамАЗдың екі ортасында тұрған осы ма, сонда қап-қараңғы болып тұрған? Осылар ғой, ішінде жақпай шығып келатқан, сол ана қатарда келатқан солар ғой. Ана біреусі рөлде тұрған, немене орыс па? Жоқ, қазақ. Түрі орысқа ұқсай ма? Иә. Бір қарағанда ұқсайды, жалпы. Бірақ қазақ. Бір сағат болды міне. 1 сағат 00:18 секунд болды ғой тұрғанымызға. Осындайдардың бәрін ютубқа шығарып жіберу керек. Ютубқа шығады ғой. Жақпағанын, сатпаған бәрін позор. Ютубқа шықса, жұмыстан босатама болады.
бірдеңесін түсіріп тастаймын. Енді өздері қарап көреді ғой. Ютубтан көрер өздерінің іс-әрекеттерін, басқалар көреді. Жалпы көреді ғой. Менен телефон нөмірді сұрайды. Сотта керек болады, хабарлар, сот болатын айтады дейді. Сот менің иінімді салса бүкіл данный шығады сотта. Анау телефон нөмірінде газетеде тұру. Барлығы бар. Паспортты қазір ешкім алмайды ғой. Сұрамайды да қазір паспорт. Сағатта талай ерге бар. 1 сағат болды. 1 сағат 01 минут 45 секунд болды. Осы уақытта біз қаншама жол жүретін уақытты уже. Тембі қыс ауасында жағармай бітет десең сүйреп алып барамыз, ойымдамаңыз дейді. Сонда біз мына жерде жағармай біткенше тұруымыз керек екен де, бұлар біткеннен кейін сүйрейді. Қайға сүйрейді бізді? Алдағы заправкаға дейін сүйрейді да. Екінші машинеде келген. Түсініктеме бересіз бе, білмейсіз? Бермеймін. Қарсысы да. Қанша күтеміз әлі? Қол қойсыз ба, қоймайсыз ба? 1 сағат 03 минут 07 секунд болды. Неге олай? Маған соны түсіндіріңізші, неге ұзақ болып кетті? Соны айтыңызшы, неге ұзақ болып кетті? Бұл соттың қағазы болғандықтан бұған материал көп жиналады. Қандай материал жиналады? Қылмыс болды ма? Жоқ, қылмыс болған. Енді? Бұл жерге схемасылады, хаттамашылық, түсініктеме, талон явка бүткіл жазылғаннан кейін сізге, ал если жай нарушение болса, онда мен сізге электронды түрде жазып берушем. Электрон қалай жазып бересіз сіз? Планшетпен. Интернет істемейді ғой. Қалай жазып бересіз? Оффлайн деген болады. Онда не сонымен жазбайсыз онда? Бұл әкімшілік хаттама, бұл сот қағазы. Интернет істемаған жағдайда қағаз жүзінде бересіз. Қағаз жүзінде қазір жазылмайды. Енді қай уақытта жазылады? Интернет істемаған жағдайда? Қағаз жүзінде только соттық қағаз ғана жазылады. Қойыңыз ондайды. Мына видеоға түсіп тұрсыз. Еті ұятқа болып қалмаңыз. Сотқа жіберілетін материал ғана хаттама қағаз ешқандай қағаз жүзінде бересіз маған. Менің нарушениемді қағаз жүзінде бересіз. Қандай қағаз? Солай. Жоқ, қараңыз. Маған қағаз жүзін бермейсіз ба? Мен тақпасаңыз, мен электронды түрде сізге жазып беремін. Копиясын бермейсіз ба? Сіз қол қоясыз ба? Копиясын бермейсіз ба? Жоқ, сіз маған жауап беріңіз. Мен копиясын сізге берем. Сіз қол қойсаңыз ғана. Сіз айтып тұрсыз ғой енді. Нені? Мен электронды ғана жіберем деп тұрсыз. Мен қағаз жүзінде бересіз десем, мен бермеймін дейсіз. Жоқ, электронды. Түсінбедіңіз. Қараңыз, мен сізге қазір хаттама жазып отырмын. Хаттама жазылған жағдайда, электронды, мысалға, интернет ұстайтын жағдайда, сіз мысалға нарушение ремень болса, немесе жаңағыдай сотовый телефон болса, немесе жаңағыдай куәлігіңіз ұмытып кеткен жағдайда болса, сізге электронды түрде жазылып, сізге квитанция қолыңызға штрафыңызды беріледі. Ал бұл жаңағыдай интернет ұсталмаған жағдайда? Интернет ұсталмаған жағдайда офлайн түрде жазылады. Офлайн? Бар ма енді офлайн сіздерде? Офлайн түрде. Бұл сіздің жаңағы нарушение. Жоқ, офлайн бар ма сіздерде? Әрине бар. Қана? Неге жазбайсыздар офлайн? Мен не үшін жазам офлайнда? Неге жазбайсыздар? Сіздің нарушениеңіз, бұл істеп тұрған нарушениеңіз 596-3 бойынша жолдың қарсы бетуінен шығу үшін сізге қағаз жүзінде хаттама жазылады. Бұл сотқа жіберілетін материал. Сотқа жіберілетін. Мен сіздің праваңызды алып қоюға құқығым жоқ. Жаңа сіз айттыңыз ғой. Сот шешеді. Жаңа сіз айттыңыз ғой. Право лишения дедіңіз ғой. Решениені ол сіз шешпейсіз ғой оны. Бұл статья бойынша решение прав дедім. Сіз шешпейсіз оны. Алдын ала сіз шығармаңыз шешім. Оны сот шығарады. Сөйтіп айтыңыз сіз. Сіз алдын ала жаңа шешім шығарып қойдыңыз. Решение дедіңіз. Видеода бар. Решение прав дедіңіз.
Бұл статья бойынша лишение прав болады деп айттым мен. Сот шығарады оны. Сіз алдын ала болжам жасай алмайсыз. Мен болжам жасап. Сіз болжам жасауға ешқандай жоқ. Сондықтан сіз бұл жерде водительский удостоверениеңізді бізге беру міндетіңіз. Отказ жасасаңыз, заңды істесеңіздер, мен бас тартпаймын құжат беруден. Заңды болса бас тартпаймын. Мен заңсыз. Иә, заңсыз істеп тұрсыздар. Неге заңсыз істеп тұрмын? Мынаны сіздер жаққан жоқсыздар, машиналардың арасында келесіздер, айтасыздар, еще мен жақсам, оңға беру керек, жол беру керексіз дейді. Міндетін бересіз, береміз біз, өтіп кеттіңіз. Жолыңыз ба, өтіп кеттіңіз. Қалай ол сонда сіздер жақпай келе жатсыздар машинаның арасында? Сонда не істеп жүрсіздер сіздер? Кімді қарап жүрсіздер? Не үшін жүрсіздер сіздер? Мен сізге еще раз айтамын, тоқтап, мысалға. Жоқ, сонда сіздер не үшін жүрсіздер бұл жерде? Мен бұл жерде жол ережесін қарап жүрмін. Қалай қарап жүрсіз? Ананы өшіріп қойып қарап жүрсіз бе сіз, кім не бұзады екен деп? Қалай кім не бұзады? Сіз алдын алуыңыз керек сіз оны. Сіз жоқ, мен сақтап тұрмын. Ренжімесеңіз дистанция ұстасаңыз. Сіз алдын алуыңыз керек. Дұрыс па? Нені алдыңыз сіз? Ананы қосып неге алмайсыз сіз? Сіз ананы заң бойынша сіз ананы қосып жүрсеңіз, кез келген осындай жаңағыдай нарушение бар ма, басқа бар ма? Сонда тоқтаңыз. Мен сізге тағы айтам. Сіз мен сөзін бөлмей ақ қойыңыз. Дұрыс па? Мынаны қосып қойсаңыз, басқа қылсаңыз. Мен стоящий режимде қосып қоямын. Сөз жоқ екен сізге. Болды. Осы сөздеріңіздің бәрі көресіздер өздеріңіз. Жақсы жарайды. Стоящийді жақып қоясыз, жүрсеңіз жақпайды екенсіз. Жақсы жарайды. Мен сізге айтып отқан жоқпын. Болды. Болды. Болыңыздаршы, тезсіз. Қол қоясыз ба? Болды, келіссіз. Әкеңіз келіспеймін деп қойып берейін. Қай жерге қою керек? Әкеңіз оқиын бірақ. Оқыңыз. Иә. нөмірінің Қар облысы Жайнақөл. Тоқтаңыз, жоқ, мен оқимын. Түсінігім бар, сауатым бар, Құдайға шүкір. Так, Абылқашевич, аха. Бір сағат болды сағандарыңа. Так, Жайнақөл А, Екатеринбург, Алматы. Тас жолы. Озға тиым салынған белгісі бар, 320 белгісі бар. Бір тұтас ұзын сызықты қиып, қарама қарсы бағытқа шығып, алдағы келе жатқан көлікті басып оздыңыз. Дәлел? Дәлел сізге көрсеттім. Қашан көрсеттіңіз? Көрсеттім. Ол дәлел емес ол. Жарайды. Мен сізге көрсеттім бәрін. Осы жерде жүрегім ауырса, жауап бересіңдер. Ол аға Бір сағат болды ұстағандарыңа. негізі айтып жағдай патаға барады еді ол. Патаға барып жүрегім ауырады. Хаттама қазақ тілінде толтырылады. Егер сізден түсініктеме беруден бас тарттыңыз. Иә. Дұрыс па? Иә. Бұл жазылды. Қазақ тіліне қол қоясыз ба? интернет ұстамайды. Жауап бересіңдер. Сот телефон ұстамайды. Активтан басқа интернет деген жоқ бұл жерде. Так, схемаларыңызды көрейік. Қараңыз. Ол сіздің бірінші нарушение жасаған. Схема көрейік. Әкеңіз жарыққа. Мынау бірінші нарушение, мынау қазір жасаған нарушениеңіз. Газель автокөлігінен оздыңыз мұны. Сплошныйда оздыңыз. Бір тұтас сызықта. 320 деген бас озға тиым салған белгісі бар. Сіз мына жерде қалай дәлелдейсіз оны? Нені? Мен сізге бейне бақылауды көрсеттім ғой. Бейне бақылау сізге қай жерде көрсетіліп тұр? Ол бір. Екінші, Audi автокөлігінен оздыңыз. 08 регион. Екінші дәлелді көрсеттіңіз. 774 АФН 08 деген. Көрсеттіңіз оның да дәлелін. Көрсетті. Бейне бақылау қойшы. Алып келіңіз. Мен сізге оғылысын түсіндіре берейін. Қараңыз. Audi автокөлігі 08 регион. Также 320 белгісі бар. Ұзын тұтас сызықтан басып оздыңыз. Бұл бірінші нарушениеңіз. Мынау екінші нарушениеңіз. Мынау. Ал мынау үшінші қағаз сізге сотқа келуге туралы. Сотқа келуге? Сотқа сіз шақырмайсыз. Сот өзі шақырады. Мен сізге онлайн түрінде, иә, онлайн түрінде телефон нөміріңізді беруге қарсысыз ғой? Қарсымын. Аха. Қарсымын. Әкеңіз тағы планшетпен көрейік, әкеңіз заңдылығымен. О, бұл кісілер планшетті алып жүгіре береді екен, планшетпен түсіреді. Өзі іште не бар, өзі бар ма өзі? Бір түсіріп атқан нәрселеріңіз бар ма өзі? Ешқандай нәрсе жоқ. Бұлар планшетпен түсіріп жүр. Мына жақтан қарасаңыз болады. Жоқ. Ол түсе береді ғой. Біріншісіне. Иә. Ал, түсіріңіз. Қараңыз. Әкеңіз. Мінекейіңіз. Сіздің бірінші нарушениеңіз. Қане? Қазір тоқтаңыз.
өткізіп кетіп бара жатсыз. Мына знак Ал. баспозға тиым салынады деген. Кәне. Мына Audi автокөлігі. Мына қарама қарсы Мына жерде отрез бар ба? Кәне көрдіңіз бе? Көрдіңіз мына. Көрдіңіз бе? Енді бар үзік. Әне, үзік ең сосын бар кет. Екіншісі мінекейіңіз. Көрдіңіз бе? Сіз жақып келе жатқан жоқсыз ана. Нені? Қызыл, көк жарық шамын жақпай келе жатсыз. Заңсыз келе жатсыз. Жақып келе жатсаңыз көрініп тұрады барлығы. Түсіріп алайық. Басы бозға тиым салған белгі. Кәне, тоқтатыңыз енді соны. Мінекейіңіз. Басы бозға тиым салынған белгі. Ал. Түсіріп алыңыз. Басы бозға тиым салынған белгі. Бұл жерде 300-ық ескертеді сізге. Алда. Қандай ескертеді? Мына жерде қараңыз. Отрез бар бұл жерде. Бұл отрез, қараңыз. Отрез көрініп тұр ғой, брат. Отрез көрініп тұр, сплошной, бас озуға. Мына бұл жерде қандай нелері бар? 3 отрез үлкен болса, ол сізге ескертеді. Алда бір тұра сызық деген. Мына отрезден емес, сіз прямо сплошной линиядан шығып бара жатсыз. Мынаны түсіріп алыңыз мына. Мына қарамаға. Сіз шықпадыңыз ба? Мына мен енді Сіз шықпадыңыз ба? Көрдіңіз ба? Сіз енді сіз қосып қойыңыз керек еді. Мен сізге тоқтаттым. Бұны сіз де басып шықтыңыз. Жақсы. Болды, жақсы. Түсіріп алдыңыз ғой. Қол қоясыз ба? Қол қоймаймын мен. Қарсы болмай да? Бәріне қарсымын. Бәріне қарсымын. Болды, жақсы. Жол болсын.